13-ші сабақ. Қуыршақ театры. Кел, билейік, кел, билейік. Неге тұрсың билемей? Кел, билейік, кел, билейік. Неге тұрсың үйренбей? Мұзафар Әлімбай. Қарға мен түлкі. Орман жанындағы ауылда бір аңқау кемпір өмір сүріпті. Ол күнде ірімшік жасап, оны үйдің төбесіне жайып қояды. Бірақ кешке келгенде ірімшігі азайып қалады. Кемпір оны күнге кепкеннен азайды деп ойлайды. Негізінде ірімшікті орманда тұратын қарға ұрлап жейді екен. Бір күні қарға ірімшікті алып, ағашқа қонып отырғанда оны түлкі көреді. Түлкі ірімшікті алғысы келеді, бірақ ағашқа шыға алмайды. Содан ол қарғаны мақтай бастайды. Сен қандай әдемі құссың, даусың да әдемі шығар, соны естісем екен, дейді. Қарға мақтауға мәз болып, қарқ деп дыбыс шығарады. Сол кезде аузындағы ірімшік жерге түсіп кетеді. Түлкі оны алып қашып кетеді. Содан бері аңқаулығың қарғадай деген сөз қалған екен.